Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын блинчиктердің рецептісімен бөлісемін. Егер де сіздердің блинчиктеріңіз дұрыс шықпайтын болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Блинчик жақсы шығуы үшін барлық заттарының бөлме температурасында болуы керек. Бізге керекті заттар сүт, май, шекер, жылы су, жұмыртқа, тұз, сода. Мендегі жұмыртқа үйректің жұмыртқасы, бірақ кәдімгі дүкендегі сатылатын жұмыртқалар да болады. Ең алдымен сүтке жұмыртқаны жарып, шекерді салып, жақсылап араластырып алдым. Шым-шым тұз бен соданы қосып араластырып, майды қосамыз. Електен өткізілген ұнды бөліп қосып, түйіршік қалмағанша араластырамыз. Міне осындай сұйықтық кезінде жылы суымызды қосып, ары қарай пісіре береміз. Табаны жақсылап қыздырамыз, әйтпесе блинчиктеріңіздің бір шеті қызарып, бір шеті ақшыл болып қалады. Орташа отта барлығын пісіріп аламыз. Мінекей менікі осылай шықты. Ішіне варенье немесе қаймақ қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің видеом ұнаса, лайк басып подписка жасауды ұмытпаңыздар.